Бір жылқы жүрегі адамдыкінен 6 есе үлкен. Жылқының жүрегі орта есеппен 4,5 килограммға дейін жетеді. Бұл адамның жүрегінен шамамен 6 есе ауыр. Кәсіби бәйге жылқыларының жүрегі тіпті 8 килограммға дейін барады. Мысалы, аңызға айналған Фарлап атты бәйге жылқысының жүрегі 9 килограмм болған. Бұл жүрек жылқыға ұзаққа жүгіруге, қан айналымын жылдамдатып, бұлшық еттеріне үздіксіз оттегі жеткізуге көмектеседі. 2. Жылқы адамдардың эмоциясын иісі арқылы таниды. Жылқылар адамның бет әлпетінен ғана емес, дене иісі мен тыныс алуынан оның эмоциясын ажырата алады. Олар қорқыныш пен тыныштықтың иісін сезеді, соған қарай реакция танытады. Егер адам ашулы не үрейлі болса, жылқы одан қашқақтап сақтанады. Бұл олардың тірі қалу инстинкті арқасында дамыған қасиет. 3. Жылқылар түнде де анық көреді. Жылқы көзінің ерекше құрылысы арқасында қараңғыда да жақсы көреді. Олардың көзінде тапетум люцидум деп аталатын қабат бар, ол жарықты шағылыстырып, көру қабілетін арттырады. Бұл қасиет қасқырлар мен мысықтарға тән болса да, жылқыларда да кездеседі, әрі бұл олардың аң-құсқа жем болмауына себеп. 4. Жылқының көзі жер бетіндегі ең үлкен көз. Жер бетінде құрлықта тіршілік ететін жануарлардың ішінде ең үлкен көз жылқыда. Жылқының көзі екі жақ бетінде орналасқандықтан, олар шамамен 400 градус көру бұрышына ие. Бұл оларға айналаны толық бақылап, қауіп-қатерді ерте сезуге көмектеседі. Тек арты мен тура алдындағы шағын бөлік қана көрінбейді. 5. Жылқы есту қабілеті адамның 2 есе артық. Жылқының құлағы қимылдап тұратын бұлшық еттермен жабдықталған. Олар құлағын екі жаққа тәуелсіз бұра алады. Адам ести алмайтын ультрадыбыстық жиіліктерді қабылдай алады. Сондықтан олар алыстағы дыбысты адамнан бұрын сезіп, шошып не қашып үлгереді. 6. Жылқы бірін-бірі аттарынан таниды. Жылқылар өз тобындағы басқа жылқыларды иісі, дыбысы және мінез құлқы арқылы таниды. Бір қызығы, олар адамдарды да бет пішіні арқылы есінде сақтай алады. Егер бір адам оған жақсы қарап, жиі қарым-қатынас жасаса, жылқы оны ұмытпайды. Тіпті бірнеше жылдан кейін де танып мейірім көрсетеді. 7. Жылқы ысқырық және қадам дыбысы арқылы иесін таниды. Кейбір үйретілген жылқылар иесінің жүрісін, ысқырығын немесе аяқ дыбысын естіп, оны алыстан-ақ ажырата алады. Бұл әсіресе далада немесе ат қорада пайдалы. Жылқы өзінің иесі келгенін сезіп, оқыс дыбыстар шығарып, құйрығын бұлғап тұрады. Бұл сенімді байланыс белгісі. 8. Жылқы терлейтін аз жануарлардың бірі. Көп жануарлар тілін шығарып немесе денесін желпіп салқындайды. Бірақ жылқылар адамдар секілді тері арқылы тер бөледі. Олар қатты жүгіру кезінде терлеп, сол тер ақ көбікке айналады. Бұл жылқының дене қызуын түсіретін маңызды жүйесі. 9. Жылқы өз арманын көреді. Ұйықтап жатқан жылқы кейде аяқ-қолын қозғалтатын, тыныс алуы өзгеретін жағдайға түседі. Ғалымдар мұны түс көру деп есептейді. Олар да жағымды немесе қорқынышты түстер көріп, оған реакция береді. Бұл олардың ми құрылымының күрделілігін дәлелдейді. 10. Жылқылар адамның жүрек соғысына бейімделе алады. Жылқылардың адаммен бірге болған сәтінде, олардың жүрек соғысы адам жүрек соғысының жиілігімен теңдесе бастайды. Бұл феномен биокогеренттілік деп аталады. Адам тыныш болса, жылқы да тынышталады, ал адам мазасызданса, жылқы да мазасызданады. Бұл терең байланыс пен эмпатияның айғағы.